Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз осындай медовый тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен сары майға балымызды құйып, оны қызып тұрған отқа қойып, сары майымызды жақсылап ерітіп аламыз. Сары майымыз ери бастаған кезде үстіне 1 чайный ложка ас содасын қосамыз. Қосып болған соң бізде осындай реакция жүреді, және де оның түсі өзгере бастайды. Бізде қызғылт қоңыр түс шығады осылай. Оны осылай міне дайын болды. Бұны өшіріп суытып қоямыз. Кейінгі кезекте 4 жұмыртқа аламыз. 4 жұмыртқамызды жарып, осылай жақсылап миксердің көмегімен ең алдымен көпіртіп аламыз. Одан кейін шекерімізді аз-аздан сала бастаймыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Көпірмей қалуы да мүмкін. Осылай жақсылап миксерлейміз. Осындай ақ көбік шығу керек. Одан кейін біз жаңағы суып тұрған әсел мен сары майымызды ерігенін осылай аз-аздан құямыз. Миксерлейміз. Бұны да бірден құйып жіберуге болмайды, өйткені жаңағы көпірткен көбігімізді басып қояды. Осылай аз-аздан құйып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлейміз. Одан кейін біз айранымызды құямыз. Дүкендікі болсын, қолдікі болсын, бола береді. Айранымызды құйып болған соң осылай жақсылап миксерлейміз. Кейінгі кезекте ұнымызды да осылай саламыз. Керекті мөлшерде саламыз, және де оның үстіне қопсытқышымызды салып жібереміз. 1 чайный ложка болмаса 2 чайный ложка жетеді. Осылай салып болған соң қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнның іртіктерінің барлығы кету керек, және де бізде қою теста шығу керек. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұнды керек мөлшерде қосамыз. Қою теста шыққанша осылай жақсылап араластырамыз, және де бізде осындай көріп тұрғандарыңыздар қою теста шықты. Енді оны пергамент қағазға 3-4 қасықтан салып, керекті көлемде жайып аламыз шұқа етіп. Мен бұл жерде 4 бұрышты етіп жайдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дөңгелек қылсаңыздар да болады. Және де бұны 180 градуста 5 минуттай пісіріп аламыз. Және де біз кремдін де дайындап аламыз. Ол үшін 1 пиала шекер, 1 пиала ұнымызды дайындап, үстіне сүтімізді құйып, оның да іртіктерін жақсылап кетіріп алып, қызып тұрған отқа қойып, жақсылап араластырамыз. Тоқтатпай араластырамыз, өйткені асты жабысып қалмау керек. Жақсылап араластыра берсеңіздер, қою молоко сияқты крем шығады. Және де менің корждарым осындай 4 штуктан дайын болды. Жұмсақ болып пісті. Және де осы шеттерін кесіп алып тастаймыз. Ол бізге әсемдеу үшін керек. Қолмен жақсылап майдалап еземіз бұны. Кремімізді суытып алып, осылай әр корждың арасына жағып шығамыз. Екінші слойды да осылай жағып алдым. Барлығын жағып болған соң, үстіне жаңағы әсемдеуге деп алған коржды майдалап үстіне сеуеміз. Сеуіп болған соң, мен осылай қасық вилканың көмегімен үстіне сахарный пудра сеуе отырып әсемдедім. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз, әсемдесеңіздер де болады. Болмаса әсемдемей қоссаңыздар да болады. Міне осындай өте жұмсақ бізде медовик торты дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, және де маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер.